Қайырлы күн достар, қой етінен рулет және әсіп даярлайтын боламыз. Қой етінің рулеті дегеніміз, қой етінің төс етегі жағынан алынған етті айтамыз. Яғни, төстің етек жағынан алынған етті осылай жақсылап, тазалап, артық заттарын барлығын алып тастаймыз да, видеода көріп тұрғандарыңыздай тұздаймыз және татымына қарай бұрыш себеміз. Одан кейін осылай сәбізді теркадан өткізіп бетіне төсейміз. Сіздер дөңгелек деп тұрасаңыздар да болады. Дәміне қарай чеснок, яғни сарымсақ, лавр жапырағы, укроп салып етті ораймыз. Яғни бұл бізде қой етінің төс етек жағынан алынған ет. Бұны жақсылап ораймыз да, орап болғаннан кейін жіппен жақсылап бекітеміз, яғни жіппен айналдырып орап шығамыз. Сол кезде біздің етіміз және ішіне салынған салмалары бір-бірінен ажырамай жабысып тұратын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жіпті айналдырамыз. Дәл осылай қалған бөліктерінде ішіне сәбіз, укроп, сарымсақ, лавр жапырағын салып, жақсылап жіппен осылай орап алдым. Менде осы видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 бөлік шықты. Әркімде әрқалай шығуы мүмкін. Ал енді әсіпті даярлау әдісіне көшеміз. Бізге керек заттар: бауыр, өкпе, бір дана жұмыртқа, жартылай қайнатылған күріш, сәбіз, сарымсақ және пияз қажет. Осылардың барлығын ет тартқыштан жақсылап айдап өткізіп аламыз. Өкпені мен бір қайнатып алдым. Барлығын бір ыдысқа салып, татымына қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тазаланған таза ішектің ішіне қасықпен осылай құйып шығамыз. Мен кішкене арасын бостау қылдым, өйткені бұл қайнаған кезде ісінеді, яғни үлкейеді. Енді екеуін қой рулеті мен әсіпті бір ыдысқа салып, үстіне су құйып, астын қатты қылып бір қайнатып, көбігін шығарып алып тастаймыз. Одан кейін астын баяулатып, 2,5-3 сағатқа қоямыз. Яғни, сол кезде біздің рулетіміз дәмді әдемі болып шығады. Ал әсіптің ішінде қалып кеткен ауаларды шығару үшін инемен немесе түйреуішпен тесіп шықсаңыз болады. Яғни, әр жерінен. Осымен біздің қой рулеті мен әсібіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айкони Фуд каналына тіркеліңіздер.